үміт ақталмаса кешірім сұраймын. Сол кездегі Әблязовтардың, соның маңайындағы күштердің 3 түрлі жоспары. Саяси өлік деді ма? Қандай бір өзгерістер болуы мүмкін? Өкінем, бірақ өзіме сабақ алдым. Президенттікке оппозицияның атына шығу оңай емес, бауырым. Марғұлан Сейсенбай деген. Әміржан, сен қолдаймыз, мына шеруіңді мен төлеп берейін. Бір машина, 10 машинаны алайық та, осы Алматыдан бастап, Оралға дейін, Алматыдан бастап деп. Біздің сұхбатымыз бұл камераға дейін де жалғасты ғой жаңа басында. Сонда сіз айтып қалдыңыз, мені осы президент сайлауға түскен кезде көре алмаушылар көп болды. Қызғаныш, яғни. Әміржан Қосановқа қарсы қастандық жасау. Яғни сакралды сондай бір құрбандық керек. Армысыздар, құрметті көрермендер, YouTube-тың көрермендері. Бүгін біз белгілі саясаткер Әміржан Қосанов ағамызбен сұхбат құрамыз. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Енді ең басты сұрақ Әміржан Қосанов не істеп жатыр деген сұрақ. Бүгінге келетін болсақ, дәл бүгін мен Астанада орналасқан 10 шақты дипломатиялық өкілдіктермен кездестім. Олар өздері шақырып, осы президенттік сайлаудан кейін Қосанов не істеп жүр екен, қандай жоспарлары бар екен, қандай тағылым алды екен деген сұрақтар қойды. 2 сағаттай әңгіме болды. Сол кездесуден жаңа шықтым. Ал жалпы айтатын болсақ, президенттік сайлау ол саяси тұрғыдан, қоғамдық тұрғыдан, демократиялық тұрғыдан бағалар берініп жатыр. Ал мен үшін ол үлкен бір жағынан құрмет болды. Өйткені халықтың бір бөлігі оппозиция, демократтардың атынан шығу ол үлкен әрбір қазақтың басына беріле бермейтін мәртебе. Екіншісі сын болды. Сын ол қазақ айтады ғой, жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Сол жалғыз өзім болса да бүкіл біріккен оппозиция теріс айналып кеткенде де мен сол сайлауға қатысып өзімнің ойымды ашық жеткізуге тырыстым. Ал мен үшін үлкен әрине сын ол менің 9 маусымнан 10 маусымға қараған түні сайлау нәтижелерін мойындауым болды. Оны бірқатар адам, көптеген адамдар түсінбеді, қарсы болды, маған сын айтылды, түсінбеушілік болды. Бұл қоғамға да үлкен бір сабақ болды деп ойлаймын. Яғни біз қандай даму жолын қабылдаймыз? Біз өткенімізді, бүгінімізді толықтай тәрк етіп, биліктің басында отырған кез келген адамға қарсы шығып, көтеріліс жолын қалаймыз ба? Болмаса өркениетті елдерде болып жатқан үрдістерден үйреніп, бірақ соның ішінде отыр болып, демократиялық, әділеттік, шындыққа қатысты принциптерді заңның аясында жеткізе отырып, соған жетеміз бе? Сондықтан халқыма айтатыным бір ғана нәрсе. Мен ешкімге сатылған жоқпын. Бұл менің азаматтық таңдауым. Бұл сайлауды мойындап отырып, мен Тоқаевты, Назарбаевты ойлаған жоқпын. Мен қазақ халқын ойладым. Қан төгіс болмасын деп. Ол үшін халық бірге болу керек. Өкінішке орай бізде оппозиция бірлік таныта алмады. Сондықтан өзім азамат ретінде осындай шешім қабылдадым. Сайлау қорытындысын мойындауым, ол билікті мойындауым емес. Сайлау қорытындысын мойындауым, осындай жауапты кезеңде бірлік таныта алмаған оппозицияның әлсіздігін мойындауым деп қабыл алыңыз. Ал нақты жобаларға келетін болсақ, қазір бұл сайлау маған үлкен танымалдық берілді. Менің осы позициямды қолдаған шағын орта бизнес, отандық кәсіпкерлер пайда болды. Оларда маған үлкен сенім артып жатыр. Солардың ұсыныстары бар. Оның ішінде дербес тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын ашу. Екінші, болашақта парламенттік сайлауға қатысу, қатыспау мәселесін шешіп жатсақ, ол қандай ұйым болады, партия бола ма, қандай новайда болады, соны біз әріптестеріміз ақылдасып жатырмыз. Менің қазір айналысып жүрген тірлігім осы. Бірақ осы енді сайлаудың кезінде болсын, одан кейінгі уақыттарда сіз менің басты мақсатым ол парламентке бару емес дедіңіз. Сөзіңіздің арасында айтып қалдыңыз, партия құрылуы мүмкін, біз күресімізді жалғастырамыз деп. Жалпы бұны қалай түсіндіресіз? Парламентке депутат болмасам, мен өмірден түңілем деп те айта алмаймын. Оның бәрі жоспарға байланысты. Президенттік сайлау ол жеке тұлғаның таңдауы. Ал парламенттік сайлау ол партияның, ұйымның таңдауы. Сондықтан осы
сайлау кезінде менен теріс айналған оппозицияның кейбір өкілдерінен басқа маған қосылып жатқан азаматтар бар, интеллигенция өкілдері бар, қоғам қайраткерлері бар, жастар бар, ауыл аймақта бар. Солармен ақылдасамыз, егер де қолымыздан келетін болсақ, я жаңадан партия құрып жатсақ, я қазіргі алаңда жүрген партиялардың біреуіне жаңағы қатысамыз ба, оның бәрін қазір біз ақылдасып жатырмыз. Сондықтан ол бір соншалықты максимум бағдарлама емес, ол бірақ саяси күрес үшін сол керек болса, Қазақстанның парламентінің жұмысына қатысу керек деп менің әріптестерім тауып жатса, неге қатыспасқа. Сондықтан осы біздің маңдай терімізбен, осыншама күресімізбен, ауыл аймақтағы азаматтардың насихат жасауымен жеткен осы 16-да 2% біз не істейміз? Оны біз ертең болашақта билікке талап ретінде қоя алатын саяси механизм құрал ретінде пайдаланамыз ба, әлде пайдалана алмаймыз ба? Міне меніңше парламенттік сайлаудың алдындағы біздің бас қатыратын жайымыз осы болу керек. Біздің оппозицияның аузының бірікпеуі, ауызбіршілігінің болмауы дейікші. Не себеп осыған? Қандай себеп болып тұр осы кезде? 22 жыл бойы мен Қазақстан оппозициясы біріксін деп айтып келе жатырмын. Осы бірігу жолында, өзімнің жолында Әкежан Қажыгелдинге де бердім, Ғазиз Алдамжаровқа да бердім, Жармахан Тұяқбайға да бердім, Болат Әбіловке бердім. Осы азаматтар бірінші болып жүрсінші, мен олардың Исатай басшы, мен қосшы болып қасында жүрейін, жасымда кіші деп жүрдім. Осы күнге дейін соны айтып келе жатырмын. Президент сайлауының алдында да мен айттым, кім шығады, біреуді таңдайық, соның қасында бәріміз команда болайық дедім. Меніңше Қазақстан саяси құрылысының, партиялық құрылысының бір үлкен бір кемшілігі бар. Бізде саяси ұйымдар, партиялар бағдарламалық, тұғырнамалық негізде құрылмайды. Мысалы, социал-демократия идеясы, либералды идея, ұлттық демократия идеясы, жасылдар идеясы емес, жоқ. Бізде бір премьер-министр, я бас прокурор, я белгілі бизнесмен биліктен кетіп қалады, ол өзіне партия құрады. Ол партия құрғасын маңайына көмекшісінен бастап өзінің етене жақын адамдарын жинайды. Сөйтіп сол партияның ішінде кішкентай бір жеке басқа табынушылық пайда болады. Ол жеке басқа табынушылық ертең ана мақтай бергеннен кейін ана лидердің де басы айналып кетеді. Мен ең мықты мен екенмін, президентке лайықты мен екенмін деп оның да басы айнала бастайды. Сөйтіп жүріп біз тағы да бір саясаттағы бір культті бір пұтты тауып аламыз. Сондықтан соның зардабын шектік деп ойлаймын. Сосын ол екі қошқардың басы туралы мақалада ол өте әмбебап мақала, ол да келеді. Мен өзім талай партиялардың қосылуын, іргесінің ажыратылуының куәсі болғам. Сондықтан жеке бас пен амбициясымен ортақ ұйымның мүддесін бізде шатастырып алады. Сондықтан яғни мен партияның лидері болсам, мен бірінші тұруым керек, мен ғана кандидат болуым керек, мен ғана депутат болуым керек деп, тізімде бірінші тұруым керек деп шығады. Ал көп жағдайда тұғырнамалық, бағдарламалық жағдай еске алынбайды. Енді біздің сұхбатымыз бұл камераға дейін де жалғасты ғой жаңа басында. Сонда сіз айтып қалдыңыз, мені осы президент сайлауға түскен кезде көре алмаушылар көп болды. Қызғаныш, яғни сондай бір қызғанышты көп байқадым дедіңіз. Бір адамдардың атын айттыңыз, белгілі бір адамдардың. Ол немен түсіндіресіз жалпы? Өз басым осы күнге дейін мен оппозициядағы азаматтар туралы бір жаман сөз айтқан жоқпын. Мен білем, олардың қандай кемшілігі бар екен, тонның ішкі бауында араластық. Мүмкін олар маған сеніп бір нәлерін айтқан шығар. Мен оны ешкімге жайып салмайым. Бір ғана 2012 жылы Жармахан Тұяқбай ағамыз қатты сынағаным бар, ренжіп. Өйткені съезге мені кіргізбей қойды, өзінің бірінші орынбасарын, ол енді адамгершілікке жатпайды. Болды. Мен одан кейін ешкім туралы бір жаман сөз айтқан жоқпын. Мен ренжитінім осы күнге дейін қасымда келген, ескі оппозицияда жүрген азаматтардың, ай осы қазақтың бір баласы сайлауға түсті ғой. Жеңер жеңбес білмейміз. Бұның артында үлкен партия жоқ. Бұның артында үлкен қаржылық институт жоқ. Яғни Әблязов сияқты миллиард жоқ. Бұның артында жаңағы бір қалыптасқан облыстағы ұйымдар жоқ. Осы бір азамат түсіп жатыр ғой. Осы бір азаматқа бір жылы сөз айтайық. Әміржанды білеміз. 20 жылы келе жатыр. Ұрылды, соғылды, сотталды. Мемлекеттік, олар білет мені, мемлекеттік қызметке талай шақырғанын білет. Маған ақша ұсынғанын білет. Мені алмағанымды, бармағанымды біледі олар.
талайына сырымды айтқанмын. Осы бір азамат қой, осы 28 күннің ішінде осы бір ауыз бір жылы лебіз айтайықшы. Әміржан жақсы жігіт, қолдаңдар деп. Біреуін деген жоқ қой. Дос көшім, Расул Жұмалы, Айдос Сарым, Дәурен Бабамұрат. Олар тікелей араласты деп айта алмаймын. Дос аға енді ұлттық тағдырдың басшысы ретінде араласты, бірақ Айдос Сарым, Расул Жұмалды олар менің штабыма қол ұшын берді. Олар менің қасымда жүрді деп мен айта алмаймын. Олар тәуелсіз тұлғалар. Бірақ олар да азаматтығын сақтап, осылай жылы сөз айтты. Қалғандары қайда болды? Егер де олар шығып бүйтіп айтқанда, біз Әміржанның бағдарламасын қолдамаймыз. Әміржанның бағдарламасы дұрыс емес, тұғырнамасы о бастан дұрыс емес десе, мен түсінер едім. Бұлар ар жағында меніңше жеке бастың бір проблемасы жатыр деп ойлаймын. Мен енді тап басып айта алмаймын, бірақ дәл сол жауапты сәтте қасымда болмағанына мен біріншіден ренжимін, өкінем, бірақ өзіме сабақ алдым. Саудада достық жоқ дейді ғой, саясатта да достық жоқ екен. Осы күнге дейін қаншама араласқан, бірге жүрген, абақтыда бірге жатқан, митингіде барған, сотта бірге жүрген азаматтар тайқып шыға келді. Бәрі қаралады мені. Сондықтан менің айтатыным бұл жерде жеке бастық себеп деп ойлаймын. Саяси себепті көріп тұрған жоқ. Бойкот деді ал, бойкот деді. Ырысбек Сәрсенбаев ағамыз бастап бойкот деді. Не істеді ол бойкот? Ермұрат Бапи, өзімнің қанды көйлек студент кезден келе жатқан менің жолдасым. Бір ауыз жаман сөз айтпаймын. Бірақ сол кезде ЖСДП партиясы өзі түспегеннен кейін неге тұрып алып айтпады? Ал жігіттер, біз кеттік. 28 күн Әміржан дұрыс айтып келе жатыр. Әміржан бағдарламасы бар. Кеттік. Кім тағы? Серік Болсын ағамыз қайда? Жармахан Тұяқбай қайда? Кім бар? Гүлжанер Ғалиева қайда? Бәрі келді, мені ойбай, бұл билікпен ауыз жаласқан. Мен айттым, анықтама алып келейін ба? Мен барып әкімшіліктен Әміржан біздің адам емес деген. Сондықтан меніңше бұл жерде бұлар өздерінің маған қарсы анти қосанып насихатымен менің алайын деп тұрған дауысын біразын алып кетті олар. Егерде олар менің қасында жүріп, қызмет менімен бірге штабта ең болмағанда көрініп бір жыл сөз айтқан кезде, мен 16 емес билікке айтар едім, менің 40%-ымды беріңдер деп. Шынымен де мен жалғыз қалған. Сондықтан мен өзімнің, мен бұл жерде Қазақстан оппозициясының жеңілгенін емес, демократиялық күштердің жеңілген емес. Жеке тұлға Арал ауданы Сапақ ауылында туған теміржолшының баласы Әміржан Қосановтың жеңілсіз деп мен мойындадым. Егерде менің артында қара ормадай күш тұрғанда, жаңа аты аталған және аталмаған азаматта тұрған кезде, бәлкім мен мойындамас едім. Енді келіп, мен мойындағаннан кейін олардың бәрі келіп мені сынайды. Түсініксіз жағдай. Өздері қайда болды? Бойкот деді, мені жамандады, қатыспады, штабыма келмеді, бір ауыз жыл сөз айтпады, бір мақала жазбады, Әміржан жақсы жігіт, дауыс берейік деп. Енді келіп, мен мойындағасын, неге мойындайсың дейді. Мен айтайын деп едім, айналайындар, мен сендердің қасымда жоқ болғандығына мойындап отырмын. Егерде мен біріккен оппозицияның атына шыққан кезде, бәлкім мен сөзім, менің риторикам, менің тактикам басқаша болар. Президенттік сайлауға қатысқаныңызға өкінбейсіз бе жалпы? Жоқ, өкінбеймін. Біріншіден өкінбеймін. Екіншіден, мына сайлаудан мойындағаннан кейін айтылған сынның бәрін мен естідім, білем, бірақ ол сыннан гөрі қолдау көп. Біз парламент сайлауын емес, біз болашақта аяқ астынан болып қалуы мүмкін президент сайлауын ойлауымыз керек. Сол кезде президент сайлауына кім шығады? Жас жағынан, тәжірибе жағынан, өмірбаян жағынан, қазіргі заңға қойылған талаптар жағынан кім шығады? Кім дәті ұштайды? Кім қорықпай барады? Өйткені президенттікке оппозицияның атына шығу оңай емес, бауырым. Сенің артыңды шұқиды, сенің құйрығыңа қоңырау байлағысы келеді, сенің отбасыңды зерттейді, сенің ағайыныңды зерттейді, сені қорқытады, үркітеді, саған әртүрлі ешкімге айта алмайтындай қоқан-лоққы жасайды. Мына соны мен сынап жүргендер соны біле ме екен? 22 жылдың ішінде мен отбасымда не көрді, не көрмедім. Сондықтан ойлап отырып алып, мен кандидат болам, бол, бірақ сен білуің керек, реалист болуың керек, сен осы заңнамаға. Қазір сондай адамдар саусақпен санарлықтай Қазақстанда. Біз солардың әрқайсысына қолдау көрсетуіміз керек. Мен болайын, Айдос Сарым болсын, Расул Жұмалы болсын, Дос Көшім болсын.
Солардың біз осы бастан соларды қолдау көрсетуіміз керек. Солардың сөзіне құлақ асуымыз керек. Ертең аяқ астынан жариялап қалады. Ал Әміржанды ит қылдыңдар, сатқын қылдыңдар, бітті Әміржан осымен міне саяси өлік деді ма? Саяси өлік дедіңдер болды. Ал қазір аяқ астынан Тоқаев мырза бір нәрсе болып қалып, тағы сайлау болады. Кім шығарамыз? Тағы да отырамыз ба? Бойкот жариялап. Тағы да отырамыз ба? Бір-бірімізді жамандап, сен ананың адамысың, сен мынаның адамысың деп. Сондықтан меніңше қазіргі ашық саясатта жүрген кез келген азамат қазіргі таңда осы жауапкершілік турасынан қарап сөйлеу керек деп ойлаймын. Енді алдағы болуы мүмкін, кезектен тыс бола ма, өзіңіз айтып қалғандай, президент сайлауына Әміржан Қосанов қатыса ма? Мен сізге ашық айтайын. Сайлаудан кейін маған қолдау көрсетушілер табылып жатыр. Қаржылай. Бұрын ондай болмаған. Қаржылай көмек береміз дейді. Сіздің бұқаралық ақпарат құралыңызға көмектесек, сіздің болашақ қоғамдық ұйымыңызға көмектесек, бірақ біздің атымызды көп айта бермеңіз, өйткені біздің тірлігіміз бар елде деп сөйтіп айтады. Солардың бір сөзін айтайын сіз. Ішке, біз шетелде жүрген іште. Айтайын, солардың бір ғана сөзі бар. Әбеке, мына сайлауда сізді көрдік, лайықты кандидат болдыңыз, халықтың көңілінен шықтыңыз, шешендігіңізге бар екен, қос тілдігіңізде бар екен, жүйелі сөйлейді екенсіз, ыңыранып тұрмайды екенсіз, аудиторияны сезеді екенсіз деп шықты. Енді мақтап жатыр енді. Мен айттым, рахмет, мен жалғыз мен емес, қазақта бұндай азаматтар көп деп. Сонда айтады, егер аяқ астынан президенттік сайлау болып қалса, сіз қорықпайсыз ба дейді. Өйткені келесі президент сайлауы, ол нағыз транзиттің сайлауы болады. Нағыз қандемин, қызу майдан сонда болады. Нағыз олигархтардың, кландардың айтыс тартысы солы болады. Сол кезде шығасыз ба сіз оппозиция атынан, халық атынан дейді. Мен айттым, егер де дәл сондай кезде саяси жағдаят солай болатын болса, менен мықты, менен де талантты, менен де қабілетті адам табылмай жатса, мен неге шықпаймын? Бірақ мен егер сайлау жарияланса, тағы да ұран тастаймын дедім. Жұрт күлетін шығар, мына Қосанов қоймады ғой деп. Біргейік деп тастаймын. Өз ортамыздан біреуді шығарайық. Ол менен жас болуы мүмкін, ол менен жасы үлкен болуы мүмкін. Бірақ дәл осы азамат деген адамның қасына барлық осы күнге дейін реніштерімізді, кемшіліктерімізді, арадағы түсінбеушіліктерін бәрін тәрк етіп, соның маңайына топтасу керек деп бірінші мен айтамын дейді. Сондықтан егер де сондай тұлға табылып жатса, және де ол халықтық, мына мен осы сайлаудағы бағдарламам бар ғой, сонда одан да мықты болуы мүмкін. Халықтың көкейінден шығатын бағдарламамен шығатса, мен оны қолдауға дайынмын. Егер ондай адамдар табылып жатса, Қазақстанда ондайлар көп. Мен қасында болуға дайын. Енді сайлау деп қалдық қой, жалпы сайлаудың кезінде біз имиджға байланысты айтайықшы, осы біз бір ұзын футболка киген, қара түсті, бір қоңырқай көйлек киген, костюм киген Әміржанды көрдік. Осы бір имиджіңізге қарамауға не түрткі болды? Сіздің жаңа футболка деп тұрғаныңыз, ол 2 күн бойы аудан аралап, тікелей эфир жүктелмей, халық қайда деп сұрай бастаған кезде бір үлкен станцияға келдік те, сол жерде мен түсіп бар екенімді айтуға тырыстым. Сондықтан мен киімде де мен қарапайым киінуге тырысам. Өзім үстімде не бар, мен арнайы баспасөз мәслихатына киетін киімдерім жоқ. Жалпы өзіңіздің бір іштей бір оңаша алғанда бір өзіңізді мүжіп болмаса, халыққа бір айта алмай жүрген бір ойыңыз бар ма бір? Бар. Бір түсінбеушілік бар. Ол мен жаңағы айта берем ғой, енді 9 мен 10-на қарағандағы сөз. Егер де дәл сол түсінбеушілік болса, мен егер де қалай айтсам екен, мен бір халыққа бір үлкен үміт берген шығармын. Осы Әміржан келді ғой, Әміржанның сөзі дұрыс қой, Әміржан ертең осы Тоқаевтың орнына келеді ғой деген үміт ақталмаса кешірім сұраймын. Мен жалғыз шықтым. Шынын айтайын, айналайын қазақ, мен жалғыз шықтым, мен қасымда ешкім болған жоқ. Егер де мен бірегей бір кандидат болып, бірнеше ұйымның қасымдағы иық тіресіп тұратын ескі жаңа оппозиция тұрған кезде, бәлкім мен басқаша жасар едім. Халық болды ғой, бірақ ол халық болғанның өзінде де мен өзімнің сол халық, шын айтайын ба, мен сол халықтың дәл сондай қолдау болатынын сенген жоқ. Көкейдегі бір сауал, осы агитацияның кезінде, сайлаудың кезінде халықтың
наразылығын тудырған нәрсе дейікші. Сіздің мына кішкентай шағын ауылдарда болуыңыз, кішкентай Булаева сияқты бір елдің ең шетіне барып кітапханада кездесуіңіз сияқты осындай бір үлкен тарихи шанс президенттік сайлауға түсіп жатқан кезде үлкен халықты жинап орталыққа жинауға сіздің дәрменіңіз неге жетпей қалды? Ол да біздің штабта талқыланды. Сен ауылда мысалы. Жоқ, түсіндім. Ол да біздің штабта талқыланды. Сосын біріншіден әрине ол қаржылық жағдай болды. Екіншіден енді ашық айт деп жатсың ғой. Бірақ сіздің жаңа астарыңыз ашық айтып жатсың. Менің осы биліктің о жақ бұл жағында жүрген ағаларым бар. Погонда ағаларым болған кезінде. Бірақ олар қазір билікте жоқ, қызметте жоқ. Солар сайлаудың ортасында маған талай келіп ақылын айтты. Қауіпсіздігіме қарады, басқасына қарады. Сол сайлаудың барысында бірнеше дүркін келген. Сол бір 10 күн қалғанда ма келіп, осылай Әміржан, біз сенің жанашырыңбыз, біз саған еш нәрсе дей алмаймыз, бірақ біздің мынандай ақпарат бар. Біз мына інілеріміз жұмыс істейді анау тиісті органдарда. Олар сенімен сөйлесуге қорқады. Сен ұрсып қоясың деп бізге айтқан, біз келдік деп маған енді ашық айтайын, қағазға жазылған тиісті сілтемелері бар келді. Яғни сол кездегі Әблязовтардың, соның маңайындағы күштердің 3 түрлі жоспары. Бірінші жоспар Алматы, Астана, Шымкент қаласында 9-10-да текетіресіп тұрып алу, толқу. Кәдімгі аяғына дейін тұру. 9-10-да. Екінші, әлеуметтік мәселелер шешілмей жатқан шағын қалалар. Жаңаөзен, Кентау, Семей, әртүрлі Арқалық, сол жақтарда әртүрлі әлеуметтік топтарды көтеру. Қаржыландыру бар ішінде. Кімге қалай беру. Үшінші, Әміржан Қосановқа қарсы қастандық жасау. Яғни сакралды сондай бір құрбандық керек. Яғни мына режимнің қаншер екенін көрсету үшін ұрып кету, соқып кету, мүгедек қылу, өлтіру деген сияқты покушение дейді. Орысша жазылған покушение. Покушениенің аясы кең ғой. Сонда мен айттым, қоймайсың осы. Біз бәрібір жеңе алмаймыз мынаны. Мен қалай кетемін? Бұлар денсаулығым болып жатса, мен қорқып кетпеймін, мен осылай айтылған сөзімді осылай бабымен жасайын ретімен деп айттым. Сондықтан әрине сайлаудың тактикасына, стратегиясына, өткізілу жоғына мені кейбір бизнесмендер сынап жатыр, Марғұлан Сейсенбай деген. Қайда болды? Неге ол маған қаржылай көмектеспеді? Неге келіп айтпады? Әміржан, сен қолдаймыз, мына шеруіңді мен төлеп берейін. Бір машина, 10 машинаны алайық та, осы Алматыдан бастап Оралға дейін, Алматыдан бастап деп неге айтпады? Оның бәрі қаржы ғой. 3 миллион теңге түсті менің халықтан. 3 миллион. $7,000. Той жасай алмайсың оған. Әміржан мырза, бізге уақыт тауып келгеніңізге, мына біздің YouTube арнамызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сәттілік тілеймін сізге. Сізге де рахмет.